Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3 сынып 17 сабақ 38-ден 39 бет аралығындағы 1-ден 3 жаттығулар. Бірінші жаттығу. Мәтінді мұқият тыңда дейді. Бұл ай қыстың қабаршысы. Бұл айда жердің топырағы тоң болып қатады. Қара суық күшейеді. Су бетіне қабыршық мұз қатады. Күн қысқартып, түн ұзарады. Кейде жерлерді қар басады, кей жерлерде жауған жаңбырдың арты қарға айналады. Бұл қай ай? Мәтінді бөліктерге бөл, әр бөлікке ат қой дейді. Бұл ай қай ай екен балалар? Бұл әрине қараша айы екен, балалар? Қараша айы. Мәтінді бөліктерге бөл, әр бөлікке ат қой дейді. Жоспарды толықтыр. Бірінші қыстың қабаршысы, екінші тоң болып қатуы, үшінші суықтың күшеюі, төртінші күн қысқарып түннің ұзаруы, бесінші жаңбырдың қарға айналуы. Түсініксіз сөздерді анықта және олардың мағынасын сөздікпен айқында дейді. Хабаршы белгілі бір хабарды жеткізуші. Тоң жердің қатуы, қыраудың түсуі. Қара суық, қатты әрі аязды суық. Қабыршақ мұз, судың бетінде пайда болатын жұқа мұз. Осылайша айқындаймыз балалар. Енді келесі жоспардың көмегімен мәтіннің мазмұнын жаз дейді. Қараша қыстың қабаршысы. Бұл айда жердің беті тоң болып қатады. Қара суық күшейіп, суға қабыршақ мұз түседі. Күн қысқарып, түн ұзарады. Кей жерлерде қар жауады, ал жаңбырдың арты қарға айналады. Осылайша мәтіннің мазмұнын жазып аламыз балалар. Сабақ түсінікті болса, келесі жаттығуды орындаймыз. Екінші жаттығу. Мәтіндерді түсініп оқы. Әр мәтінге сұрақ қоя отырып, түрін анықта және сәйкестендір дейді. Лашын қазіргі кезде сирек кездеседі. Табиғатта саны азайып бара жатқан құстардың қатарында, сондықтан ол біздің елімізде қорғауға алынған дейді. Бұны біз балалар пайымдау мәтініне жатқызамыз, себебі қазіргі кезде сирек кездеседі деп пайымдау мәтініне жатқызып тұр. Келесі. Лашын сұңқар тұқымдасына жататын жыртқыш құс. Лашынның ту сырты көк сұр немесе қара сұр, ал алқымы ақ сұрлау болып келеді. Көздері дөп-дөңгелек қап-қара, қанаты ұзын және сүйір саусақтары салалы. Бұны біз сипаттау мәтініне жатқызамыз балалар. Себебі бұнда лашынды сипаттап тұр. Лашынның ту сырты көк, сұр немесе қара сұр болады дейді. Көздері дөп-дөңгелек, қап-қара, қанаты ұзын және сүйір саусақтары салалы болады деп сипаттап тұр. Келесі. Мен лашынды хайуанаттар бағынан кездестірдім. Ол ұясында отырды. Ол бізден қорыққан да жоқ. Оны біз балалар әңгімелеу мәтініне жатқызамыз. Ол ұясында отырды. Ол бізден қорыққан да жоқ. Бұл әңгімелеп тұр, балалар. Сол себепті осылай сызбаны сызып аламыз. Сабақ түсінікті болса, үшінші жаттығуды орындаймыз. Үшінші жаттығу. Сынып оқушылары күз кереметі қойылымын қоймақшы. Қойылымның қағазын дайында, шақыру мәтінін дәптеріңе толықтырып жаз дейді. Құрметті ата-аналар, сіздерді үстіміздегі жылдың 10 қазанында болатын күз кереметі қойылымына шақырамыз. Қойылым сағат 11:00-де. 3 сынып оқушылары. Енді біз былай мазмұндаймыз балалар. Құрметті ата-аналар, сіздерді қазан айының 10 жұлдызы сағат 11:00-де күз кереметі қойылымына шақырамыз. Ұйымдастырушы 3 сынып оқушылары. Осылай жазуға болады балалар. Енді сабақ түсінікті болса балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Жарайсыңдар балалар. Сабақ ұнаса, лайк басып, достарыңа таратуды ұмытпа. Және маған тіркелмеген болсаң, тіркеліп кетуді ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңдар.